Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы нөмір 7 мектеп-лицейі. Сабақтың тақырыбы ойын кезінде допты иелену. 6 сынып. Дене шынықтыру пәні мұғалімі Әлиева Гүлдана. Сабақтың мақсаты допты қашықтыққа лақтыру әдісін қайталау, көзбен мөлшерлеуге дәлдеу дағдыларын қалыптастыру. Ойын кезінде техника қауіпсіздік ережелері. Ойынды тек қана мұғалім командасымен бастау және аяқтау. Ойын кезінде ойын ережесін қатаң сақтау. Ойын кезінде ойыншылармен және ойыншылардың қолына аяғына соғылып қалудан сақтану. Құлаған жағдайда өзіне жарақат алмауға тырысу. Мұғалімнің барлық командасын назар сала отырып тыңдау және орындау. Қауіпсіздік ережесі. Көрсетілген нұсқаулық бойынша орындау. Үй жағдайында кедергі зат болмауын қадағалау. Еденнің құрғақ болуын қадағалау. Жаттығу жасар алдында оқушылар алқа, сақина, сағат, сырға және тағы басқа жарақат алуға мүмкіндік тудыратын заттарды шешіп, қыз бала шаштарын түюлері қажет. Қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, видеодағы жаттығуды қайталап жасаймыз. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшық еттер мен сүйектерді нығайтады. Басты алға, артқа, оңға, солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүгілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, тізерлей отырамыз. Сол аяқ жаққа да солай жасаймыз. Қолдарды жан-жаққа көтереміз. Бір мезгілде сол аяқ жаққа алшақ ұмтыламыз. Басқа да жаққа солай қозғаламыз. Тізерлей отырғанда дем шығарамыз, жазылғанымызда дем аламыз. Екі аяқта секіреміз. Тез шапшандықпен. Дем алуымыз бір қалыпты. Денені аздап оң жаққа бұрып, оң аяққа еңкейеміз. Кейін жазылып, басқа жаққа да қайталаймыз. Еңкейгенде дем шығарамыз, жазылғанда дем аламыз. Оқушыларға арналған баскетбол ойыны және оның негізгі ережелері. Оқушыларға арналған баскетбол ойын үлкендерге арналған баскетбол ойыннан айырмашылықтары мынандай. Біріншісі, әр ойынға 20 минут уақыт беріледі. Екіншісі, екі кезеңнен тұратын ойынның әр кезеңіне берілетін уақыты 10 минут. Үшіншісі, үзіліске 2 минут беріледі. Төртіншісі, алаңдағы екі команданың әрқайсысына 5 ойыншыдан және әрқайсының қосалқы ойыншылары болады. Баскетбол ойынның ережесі мынандай. Біріншісі, доп торға ойын кезінде түссе 2 ұпай, ал айып добын лақтырғанда түссе 1 ұпай беріледі. Екіншісі, допты ойынға төреші лақтырып қосады. Үшіншісі, допты қолға ұстап 2 адымнан артық жүруге болмайды. 2 адым аттағаннан кейін допты не командалас ойыншыға, не торға лақтыру керек. Төртінші, допты ұстап тұрып бір орында айналуға болады, бірақ аяғын жерден көтеруге болмайды.
үйге тапсырма. Біріншісі күнделікті жалпы дамыту жаттығуларын орындау, екіншісі баскетбол ойыны туралы қандай мағлұматтар білесіңдер.